Есте жоқ ескі заманда патша баласы Айбар мен уәзір баласы Қайсар айырылмас дос болыпты. Содан мезгілі жетіп әкелері бірінен кейін бірі дүниеден озған соң екеуі де олардың орнын басады. Жас патша аңшылыққа бала кезінен өте құмар екен. Күндердің бір күні қансонар болғанда екі дос нөкерлерін ертіп аңға шықпақшы болады. Сөйтіп аттарын жүгендеп, ас ауқатын түгендеп, құрал саймандарын қайрап әбден дайындалады. Қылышын қайрап отқан Айбар абайсыздан саусағын енді іске аспайтындай қылып кесіп алады. Мұны көрген Қайсар: «Бұл сізге бір жақсылық болсын», дейді. Оқыстан тап болған істен әлі еш шимаған Айбар бала кезінен бірге өскен досының табалап тұрғанын естігенде ашудан түтіп, сол жерде оның қолына кісен салуға бұйырады. Қайсар міз бақпастан әлгі сөзін қайталап: «Бұл маған бір жақсылық болсын», дейді. Арада қыс өтіп жаз келеді. Үйреніп қалған адам қарап отыра ма? Тағы да саятқа шыққан Айбар ғайыптан тайып, Медиен шөлді адасып жүріп, жабай адамдарға тап болады. Олардың әдеті бойынша қолына түскен жат адамды өздерінің тастан жасап алған жалған құдайларын арнап құрбандыққа шалады екен. Жалмажан барлығы жұмылып, ханның қол аяғын бағанға байлап, шөпшек теріп әкеліп, от тұтата бастайды. Жан беру оңай ма? Айбар Аллаға жалбарынып, иманын айтып тұрған сәтте аяқ астынан жабай адамдардың бірі айқай салады. Серіктерінің аш айқайын естіген тағылар үрпейсіп, әлгіндегі қарбалас қимыл саптынады. Сөйтсе олардың заңы бойынша құрбандыққа шалынатын адамның 12 мүшесі түгел еш кінәрат кемшіліксіз болуы қажет екен. Әлгі жабайы ханның молақ қолын байқап: «Мынау құрбандыққа жарамсыз!» деп қышқырыпты. Содан не керек? Ажалы жоқ хан есебін тауып құтылып еліне жетеді. Келсе, уәзір әлі зынданда отыр екен. Досын дереу босаттырып, хан былай дейді: «Досым, сені қорлап зынданға қамағандығыма Аллах үшін кешірім сұраймын», деп баяғы сөзінің мәнісін сұрайды. Сонда уәзір былай деп жауап береді: «Хан ием, не нәрсе болса да Алланың қалауымен болады. Алла тарапынан қандай қиындық келсе де сабыр танытып, ақырын қайырлы етуді сұраған жөн. Саусағыңыз кесілгенде бұл сізге бір жақсылық болсын деп айтқан дұғам қабыл болды ма? Кім білсін, сіз міне бір бәледен құтылдыңыз. Ал мен сені қамағанда бұл маған бір жақсылық болсын дегеніңнің мәнісі не?» Қайсар сонда: «Қамалғаным мен үшін жақсы болды. Егер қамалмағанымда мен сіздің қасыңызда болатын едім. Жабайлар сіздің орныңызға қол аяғы бүтін мені құрбандыққа шалар еді. Сөйтіп мен де бір ажалдан құтылдым. Біздің жек көрген нәрселеріміз біздер үшін қайырлы болуы мүмкін. Ал жақсы көрген нәрселеріміз біз үшін жаман болуы мүмкін. Алла біледі, біз білмейміз». Ертеде жақсылық пен жамандық деген екі дос болыпты. Күндердің бір күнінде екеуі аттарын жүгендеп, жол азығын түгендеп жолға шығады. Сөйтіп, тоқтамастан бірнеше күн жүреді. Жамандық өз азығын демде тауысады да, жақсылыққа былай дейді: «Менің азығым таусылды, аштан өлмесем болды». Сонда мейірімді досы: «Келе ғой, екеуміз бөлісіп жейік», деп өз тамағымен бөліседі. Сөйтіп жүріп екеуі жақсылықтың да бар азығын жеп тауысады. Қомағай жамандықтың тағы да мазасы қаша бастайды. Ол мейірімді досына: «Біздің азығымыз таусылды, менің қарным ашты. Мен аштыққа шыдай алмаймын, жаяуда жүрге жарамаймын. Сенің атыңды сойып, соны азық қылайық», дейді. Жақсылық досына жаны ашып, атын сойып беріп, өзі жаяу жүреді. Бұл етте таусылуға жақын қалады. Жамандық: «Маған енді бұның еш пайдасы тимес», деген оймен жақсылықты жапан далада жалғыз тастап кетеді. Жалғыз қалған жақсылық арып ашып,
әбден қалжырап келе жатып айдаладағы бір үйге кезігеді. Ішіне кірсе тірі жан жоқ, бірақ ортада асылған ет толы қазан қайнап тұр. Ол бұл не қылған тамақ деп саусағының ұшымен дәмін татып көреді, үйдің төбесіне шығып жатады. Бір кезде арыстан, түлкі, қасқыр шөйге кіріп, шөй тамаққа отырады. Соң әрбір өзінің көрген білгенін айта бастайды. Бірінші болып түлкі сөйлейді. Пәлен деген тоғайда алтын көмілген, мен күнде соны қарауылдап жүрмін, депті. Сонда арыстан: ал мен болсам, пәлен деген байдың күнде бір жылқысын жеп кетемін. Оның ешбір жүйрік аттар маған жете алмайды. Жететін бірақ тайы бар, бірақ оны ешкім білмейді. Бай мені ұстаған адамға бір үйір жылқы беремін деп жар салыпты, депті. Сонда қасқыр тұрып былай депті: ал мен пәлен деген байдың бір тоқтысын қарауылдап жүрмін. Бұл байдың науқастанып жатқан қызы бар. Кімде-кім қызын жазса, бай оған қызымен қоса байлығының жартысын беремін деп уәде етіпті. Ал ол қыз әлгі тоқтының бауырын жесе жазылады, депті. Жақсылық бұлардың әңгімелерін естіп алып, таң атысымен жолға шығып, олардың айтқан нәрселерін айнытпай орындап, байлыққа кенеледі. Жылдар өтіп, айлар өтіп, жақсылыққа киімі өрім-өрім, әбден азған, тозған, ұсқынсыз бір адам келеді. Бұның баяғы өзін жапан далада жалғыз қалдырып кеткен опасыз досы Жамандық екенін әрең таниды. Жамандық мүләйімсіп: жақсылық жанау, мен саған жамандық қыламын деп осындай халге түстім. Сен маған енді жәрдемдес. Бұл дәулетті қайдан тапқаныңды айтшы, депті. Сонда жақсылық: атам қазақ таспен атқанды аспен ат деген. Сен маған жамандық істегенмен, мен саған жақсылық істеймін, деп өзінің бастан өткен оқиғасын айтып береді. Сосын: сен қазір мына жолмен жүре берсең, алдыңнан бір үй шығады. Ол үйдің ішінде асулы бір қазан ет тұрады. Бірақ сен ол етті жеме, тек саусағыңның ұшымен дәмін татта, үйдің төбесіне шығып жат. Сонда түлкі, қасқыр, арыстан келеді. Сен олардың әңгімесін тыңдай бер. Олар кеткеннен кейін естіген сөздеріне орай әрекет етсең, сен де байлыққа кенелесің, дейді. жарайды, дейді де баяғы лашыққа барып кіреді. Жақсылық айтқандай қазан толы ет асулы тұр екен. Қызығып кетіп, шыдай алмай: мына бір жілігін жейінші, деп еттен жеп, сорпасынан да 5-6 рет ұрттап алыпты. Сөйтіпті де үйдің төбесіне шығып жатыпты. Бір уақытта түлкі, арыстан, қасқыр үшеуі күркеге кіреді. Түлкі тамақты көре сала: ойбай, мына еттің тоқпақ жілігі жоқ, омыртқасы жоқ, сорпасы жоқ, біреу жепті, дейді. Сол кезде зәресі ұшқан Жамандық тыпырлап кетеді. Оны естіп қойған сақ түлкі: осы күркісіне шығайықшы, сонда бір бәле бар секілді, депті. Шөй төбеге шықса, Жамандық жатыр екен. Олар Жамандықты бас салып ұстап алыпты. Сөйтіп, жақсылық жақсылығынан өмір сүріп, мақсат мұратына жетіпті. Жамандық жамандығынан қолға түсіп, қор болыпты. Ертеде Асан мен Үсен деген екі кішкентай жетім бала болыпты. Ата-анадан жастай айырылған екі жетім жан бағу үшін ауыл-ауылды аралап қайыр сұрайды екен. Күндердің бір күнінде екеуі осылай тентіреп жүріп, бір зәулім үйдің жанында өсіп тұрған ағаштың аясына демалуға жайғаса кетеді. Қарын әбден ашқан Үсен ағасының жегінен қайта-қайта тартып: «Ағатай, қарным ашты!» деп маза бермейді. Сонда ағасы жаңағы үйдің есігін қағып: «Ассаламағалейкум, үйде кім бар?» деп дауыстайды. Сол кезде ана жақтан ала сиырын айдап келе жатқан әйел көрінеді. Бұл өзі сараңдығымен аты шыққандықтан
Сараң бике аталып кеткен әйелдің үйі екен. Есікті неге тарсылдатып қағасыңдар, а? Әлде менде әкелеріңнің ала алмай жүрген ақысы бар ма еді? Дейді ашудан түтігіп. Балалардың қыр қожалық түрін көріп, ашу одан сайын қозады. Содан соң, Сендерге не керек? Неге келдіңдер? дейді. Асан мен Үсен өздерінің жетім екендерін айтып, жүрек жалғау үшін бір жапырақ нан сұрайды. Осы қайыршы дегендерден көрдік қой көресіні. Мен бұларды енді келмейтіндей қылайын. Деп, күлшегі байқатпай оғысып береді. Балалардың қайыр сұрап тұрғанын көрген көрші әже оларды үйіне кіргізіп, жуындырып, қарындарын әбден тойғызып шығарып салады. Асан әлгі әйелдің берген күлшесін ертеңгі азық қыламыз деп дорбасына салып қояды. Сөйдіп, екеуі ымырт үйіріліп кеткендіктен осы жерге түнелік деп баяғы ағаштың түбіне жата кетеді. Сөйтіп, алаңсыз ұйқыға кеткен екеуін азанда Сараң бикенің айбайлаған дауысы оятады. Ойбай, ойбай! Кешегі ала сиыр ағаштың түбінде теңкей бөліп жатыр екен. Сөйтсе, таңертең өріске шыққан сиыр балалардың бас жағында жатқан дорбадағы күлшені жей бөліп қалыпты. Жақсылық қылсаң да, жамандық қылсаң өзіңе деген осы болса керек.